Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мен Сариева Әсеткүл, сіздерге бүгінгі темам ұйықтай алмау және мидан неше түрлі ойлар кетпей қою туралы айтқым келіп отыр. Әсіресе ұйықтай алмайтын кезең қай уақытта басталады? Әйел адамдарға мысалы климакс кезінде өте көп болады ұйықтау. Я болмаса бір стресстер, депрессия болады. Үй жағдайында, отбасылық жағдайда, тіптен жұмыста да сондай депрессиялар болып жатады. Сондай кезде адамның ұйқысы кетіп қалады. Ол жүйке жүйеден, яғни бір сөзбен айтқанда нервтен. Ал екінші жағдайда ұйықтай алмай қалу. Көбінесе сіздердің асқазандарыңыз тамақ қорытпай қалса, кешке қарата ауыр тамақтар ішіп қойсаңыз, ол да сізді ұйықтатпайды. Әркімдікі әртүрлі. Ауыр тамақ ішіп қойсаңыз, кейбіреулер мынандай қышқыл келіп, изжога болып, асқазаныңыздың бәрі тырнап, кәдімгі біреу тырнағандай болып тырнап, асқазандарыңыз ауырып, аузыңызға тамақтың дәмі келіп сөйтіп жатады. Ал кейбіреулер тіптен ұйықтай алмай қалады. Ештеңке болған жоқ, еш жері ауырмайды, бірақ ұйықтай алмайды. Ол асқазан дұрыс қорытпаған жағдайда, асқазан мен ұйқы безі қосылып ауырған жағдайда көбінесе ұйықтай алмай қалады. Сондықтан ұйықтай алмай қалғанның барлығын нервке, жүйке жүйеге апарып тіреп қоюға болмайды. Маған жақында ғана келді, мысалы, бір жігіт басы ауыра береді. Ақырын бақылап отырмын. Невропатологтың барлығына бардым, 2-3 невропатологқа бардым, алған берген дәрісінің системасын бәрін қолдандым, түк те болған жоқ деді. Ақырын тамырын ұстап қарап отырсам, ол жігіт дұрыс тамақтанбаған, аш жүре береді. Я болмаса, ана жерден тамақ жеген кезде жаңағы өңкей хот-дог, жаңағы кәдімгі қазіргі жейтін жаңағы бар ғой тамақтар, фастфудтар, сондайды жеп алады да суды ішіп алып жүре береді екен. Я болмаса сонымен кола ішіп, я болмаса жаңағы неше түрлі газды сусындарды ішіп. Мінекей оның басы содан ауырған, ұйқысы кетіп қалады екен. Сонда оны асқазанды дұрыс тамақтанбағандықтан басы ауырып, ұйқысыздық пайда болған. Оны маған келген кезде ешқандай нервіне, ешқандай басына ем берген жоқпын. Тек қана асқазанына ем беріп, қалыпқа қойдым. Диета, я болмаса диета деп те айтпаймын. Кейбіреудің асқазандары ауырған кезде, гастрит болған кезде деміл тамақ ішу керек, аз-аздан тамақ ішу керек. Бір айдан асып кетті, 2 айдың көлемі болып қалды. Келіп кетті, рахметін айтып. Басым ауырмайды, сіз айтқандай тамақ ішпей қалсам, я болмаса көп тамақ ішіп қойсам, дұрыс тамақ ішпесем, менің басым ауырады екен дейді. Көрдіңіздер ме? Бас ауру, ұйқысыздық, ой кетпей қою әртүрлі жағдайда. Бұл темаға мен тағы да тоқталатын болам. Өйткені бастан ой кетпей қою өте бұл терең кірісетін нәрсе. Ал енді жалпылама аз ғана сөзбен айтатын болсам, адам өзін жаңағы ойдан тазалау керек болады. Сол ойға бір депрессия кезінде, стресс кезінде сол ойға кірді, оған кіре береді. Және ой кетпеу, мына қалқанша без дейміз ғой, зоб, қалқанша бездің неше түрлі гормон бұзылуынан да адамның ойына көп нәрселер орала береді. Сондықтан ол гормон бұзылғаннан да болатын жағдайы. Сондықтан сіздерге бұның да аражігін осылай бөліп бергім келеді. Бас ауырғанда көрдіңіздер, неден ауыратынын анықтау туралап. Невропатолог сіздің шын мәнінде нервіңізді қарады, басыңызды қарады. Ал асқазаныңызды қараған жоқ қой. Асқазаныңызды қараған жоқ, өйткені ол гастроэнтерологқа барып. Ал менде комплекс қараймын. Комплекс түрде қараймын. Содан кейін жаңағы тамыр ұстағанда уже белгілі өзіме белгілі болғандықтан, оның қай жағынан емдеу керек екенін анық жолға қойылса, ауру тез тарайтын болады. Менің комплексный лечение емдеймін дейтінім сол, өзімнің авторский, осы 30 жылдан аса уақытта авторский емменен өстіп жолға қойғам. Сондықтан сіздерге егер осы туралы сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласуларыңызға болады. Және интернет желісінде бөлісіп, лайк қоюды ұмытпаңыздар, маған жазуды ұмытпаңыздар. Осыны айт деп айтады, бұны неге керек екенін өзім де білмеймін. Бірақ әйтеуір маған жазылғаннан сіздер зиян көрмейсіздер. Өздеріңізге керекті дүниелерді алып отырасыздар. Көп жағдайларда соны оқып, осы маған керек еді деп рахмет айтып жатқан жандар өте көп болады. Сондықтан сіздерге ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.
аман сау болайық.